Қайырлы күн, қалайсыздар? Брокколиден нан жасауға болады дегенге сенесіздер ме? Дәмі өте керемет болып шығады екен. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең бірінші біз брокколиді осылай турап, майдалап турап аламыз. Одан кейін туралған брокколидің үстіне 3 жұмыртқамызды салып, блендермен жақсылап араластырып аламыз. Араластырып болғаннан кейін үстіне сүтімізді құйып, тағы да блендермен езетін боламыз. Үстіне тұзымызды, разрыхительді салып, ұнымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Бізге осындай форма қажет болады. Кез келген форматты қолдансаңыздар болады. Мен осындай форманы алдым. Дайын болған тестамызды үстіне салып, үстіне асқабақтың дәнегін салып шығамыз. Қызып тұрған пешке пісіріп алдық. Міне бізде брокколидан өте дәмді нан дайын болды. Дәмі өте керемет болып шығады. Кез келген немен жей берсеңіздер болады. Жақындарыңызды тәтті тағаммен, тәтті нандармен қуантыңыз. Дәмі өте күшті болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Жасап көріп комментарияға бөлісе кетіңіздер. Сіздерге ас болсын.